Альмира ханым Асқат жайлы ашық мәлімдеме жасады. Күтпеген жағдай орын алды. Осылай жобасының бұрынғы қатысушысы Асқат мырза әлеуметтік желілерде қызу талқыланған сұхбат беріп, жобаның редакторы Альмира ханым туралы бірқатар пікірлерін ашық айтты. Бұл сұхбаттың видеосы көп ұзамай әлеуметтік желілерге тарап, көрермендер арасында қызу пікір талас тудырды. Көпшілік екіге бөлінді, бір тарап Альмира ханымды қолдаса, екінші тарап Асқаттың сөзін жақтады. Әлеуметтік желіде пікірлер толассыз жауып, жағдай тіпті ушығып кетті. Осы оқиғадан кейін Альмира ханымның Инстаграм парақшасына жазылған пікірлер саны күрт артты. Көптеген қолданушылар Асқат туралы не айтасыз? Сізді көпшілік қаралап жатыр ғой деген мазмұндағы сұрақтар жолдады. Осыған орай Альмира ханым Инстаграм желісінде арнайы жазба жариялап, өз ұстанымын ашық жеткізді. Ол өз жазбасында былай деді: олар не демейді, ешек не жемейді. Не айтса да өзі білсін, мен үшін қызық емес. Әр адамның өз ұяты бар. Мен ауыз ашсам, қиын болады. Сондықтан тыныш жатқан бүркітті үркітпей, бәрі де тыныш жүрсін. Қай-қайсысы болса да, айтары болса бетіме келіп айтсын. Кез келген адаммен ашық сөйлесуге дайынмын деп жазды Альмира ханым. Бұл мәлімдеме бірқатар желі қолданушылары тарапынан қолдау тапты, ал кейбіреулері оны тым өткір деп бағалады. Айта кетейік, сұхбат барысында Асқат мырза қосылайық жобасының тағы бірнеше қатысушылары Зухра мен Бексұлтан, сондай-ақ Ақтөре мен Хамрақұл туралы да түрлі пікір білдірген болатын. Алайда аталған қатысушылардың кейбірі Асқаттың сөздерін жоққа шығарды. Бұл мәлімдемелердің шындыққа жанаспайтыны жайлы жазбалар жариялады. Осылай жобасынан кейін де көрермен назарынан тыс қалмаған кейіпкерлердің арасындағы мұндай мәлімдемелер мен қайшылықтар көрермендер үшін қызу талқының өзегіне айналып отыр.